Қатты дене молекулалары бір-біріне жақын орналасқан, және оларда молекула аралық байланысы болады. Атомдар тепе-теңдік күйін сақтап, бір орында қозғалып тұрады. Қатты денелердің өзіндік пішіні мен өзіндік көлемі болады. Қатты денені қыздырғанда, оның температурасы жоғарылап, атомдар қаттырақ теңселе бастайды. Балқу температурасында молекула аралық байланыстар бұзылып, қатты зат сұйық күйге айналады. Сұйықтықтардағы молекула аралық байланыстар әлсіз болады. Молекулалар ретсіз қозғалады, және олардың белгілі бір тепе-теңдік сақтау орны болмайды. Сұйықтардың белгілі бір көлемі бар, ал пішіні болмайды. Сұйықты қыздырған кезде молекулалардың кинетикалық энергиясы артып, газ күйге айналады. Газ күйдегі заттардың молекулаларының арасындағы қашықтық үлкен болғандықтан, олардың арасындағы арақатынас біркелкі емес болып келеді. Газдардың не көлемі, не пішіні болмайды. Олар тек өздері тұрған түтікті толтырады. Заттың күйлерінің өзгеруі фазалық ауысулар деп аталады.